Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, ұстаз болу адамның асылдығы. Армысыздар, сіздермен Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жайылма ауылындағы номері 195 мектеп-гимназиясының биология-химия пәнінің мұғалімі Жұмабекова Гүлзира Құрбанәліқызы. Менің бала күнгі арманым ұстаз болу еді. Ұстаздарым мені білім нәрімен сусындатып қана қоймай, еңбекке, ізгілікпен, адамгершілікке, қажырлыққа баулый отырып, ұстаз мамандығын таңдауға жол ашты. Сол еліктеу, сол ғашықтық менің болашақ мамандығымның ұстаз болуыма үлкен ықпалын тигізді. Еңбек жолымды номері 195 мектеп-гимназиясында 2010 жылы бастаған едім. Қиыны мен қызығы мол болған. Еңбек жолындағы педагогикалық ұстанымым үнемі жаңалыққа ұмтылып, алдыңғы қатардан көріну және әр оқушының бойынан жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік мақсаттарға жетелеу. Осы уақыт аралығында көптеген жетістіктерге жеттім. Аудандық, облыстық марапаттарға және қоғамдық жұмыстарға араласып, түрлі марапаттарға ие болдым. 2020 жылы болған праймери жобасына қатысып, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алғыс хатымен 2021 жылы облыстық үлгілі қысқа мерзімді жоспарлау 2021 байқауында 2-ші орын, облыстық ғылыми-практикалық конференция жұмысына белсенді қатысып, алғыс хатпен, Қорқыт Ата атындағы мемлекеттік университеті ұйымдастырған ғашықтық жырларындағы ұлттық құндылықтар байқауында алғыс хатпен және оқушыларым Зерде республикалық ғылыми жобалар жарысында 1-ші орын, облыстан алғыс хатпен 5-6 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінде 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Мектеп шәкірт тәрбиелейтін орта. Оның жүрегі мұғалім десек, ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс оның сабақты түрлендіріп, өткізе отырып, шәкірт жүрегіне жол таба білуі болып табылады. Ұстаз атана білу, оны қадірлеп қастерлеу, арындай таза ұстау әр мұғалімнің борышы. Мұғалім ол өз пәнін, кәсібін шексіз қадірлейтін, барлық шәкіртті, мектебін шексіз сүйетін адам. Мұғалім рухани жағынан дамыған, педагогикалық құралдардың барлық түрлерін шебер меңгерген білікті маман болуы керек. Сондықтан мен өз сабақтарымда белсенді әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы оқушылардың оқуға ынтасын көтеріп, қызығушылығын арттырып, білім сапасын көтеремін. Олардың сөйлеу мәнеріне мән беріп, оқушының жан-жақты болуына үлкен көзқараспен, сенімділікпен қараймын. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген Данабайдың өлең жолдан әрдайым жадымда ұстаймын. Егер шәкірт өмірде бір кірпіш болып қаланып, ұстаздан шәкірт тосып жатса, төккен тер мен адал еңбектің ақталған емес пе? Осындай қызығы да, қиындығы мол мамандықты таңдағанымды мақтан етемін. Қазіргі заман білімді жастардың қолында. Олай болса, бүгінгі жас буын ертеңгі болашағымыздың кілті емес пе?